Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамы қарапайым заттардан тұрады және де оп-оңай дайын болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, оның үстінен қант саламыз. Әппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламыз, және де біздің массамыз 2-3 есеге ұлғаюы қажет. Одан кейін 5 ас қасық сұйық май қосамыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды және де қамыр қопсытқышымызды осылай бір ыдысқа салып, араластырып, содан соң бірнеше бөліктерге бөле отырып қосамыз. Ұнымызды қосқаннан кейін миксерімізді қоспай жатып, миксеріміздің венчиктерімен осылай кішкене араластырып жіберсек, біздің ұнымыз шашылмайтын болады. Енді ұнымыздың ең соңғы бөлігін қосатын боламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Ұнымыз біріккенше миксерлесек жеткілікті. Осымен біздің массамыз дайын болды. Дайын болған массамызды осындай силиконды формаға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз дайын болғанша біз шоколадты пропитка дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға су құямыз, оның үстінен сары май және де қант салып, 2 шай қасық какао қосып, барлығын араластырамыз. Біздің сары май міндетті түрде толықтай еруі қажет, және де осылай қоспаларымызды араластырып тұрамыз. Ұзақ қайнатудың қажеті жоқ. Біздің сары май толықтай еріген кезде оттың астын өшіреміз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Енді формасынан босатып, барлық жерін осылай шпажканың көмегімен тесіп шығамыз. Сонда біздің пропиткамыз пирогымызға толықтай сіңіп, өте жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Енді жаңа дайындаған шоколадты пропиткамызды барлық жеріне осылай қасықпен құйып шығамыз. Шоколадты ганашымызды барлық жеріне құйып шықтық. Енді өз қалауыңызша бетіне кокосовый стружка немесе осылай жаңғақтарды қойып шығамыз. Осымен біздің өте дәмді пирогымыз дайын болды. Дәмі ерекше болып шықты. Үйде бар заттармен дайындалады. Өте тез дайын болады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.